Ассалаумағалейкум қазақ елі, Грейвов арнасына қош келдіңіздер, және де оның жүргізушісі мен Мадияр Пернебай. Достар, бүгін бізде тағы да көлігіміздің бір шетін кішкене доработка дейді, қош айтқанда қосымша жұмыстарын жасайтын боламыз. Кейбір адамдар айтуы мүмкін, сен не істеп аласың, машинаны колхозға айналдырып жатсың ғой деп. Әдейі приора бірді алдық. Бұл жақта электроника заттар аз. Былай қазіргі иномаркамен салыстыратын болсақ, біраз жерде қалып қояды. Неге солармен теңестіріп, қосымша заттарды қоспасқа не істейтін боламыз? Оны қазір видео басында өздеріңіз толықтай түсінетін боласыздар. Алдыменен видеомызды бастап алайық, кеттік. Жалпы айтқанда достар, бүгін мінеге бізге посылка келіп отыр. Посылка болғанда көптеген оқырмандар сұрады, Мадияр, фисоға қойшы деп. Уже қаншама адам неше видеода жазып кетті комментарияға. Мына решеткаға соны қоятын болсақ, ол деген бізде кішкене правка кетіп қалды. Сондықтан да достар, біз төменгі решеткаға екі мынандай соны қоятын боламыз. Бұл бізге трехконтактный, яғни кейде ақ қолданады, кейде сары қолданады деген сияқты ғой. Екінші посылка бізде рычаг КПП, яғни бұл жерде негізі 1, 2, 3, 4, 5, 6 лада деп жанады. Мысалға қарайтын болсаңыздар, қазіргі шыққан көліктерді қарайсыздар мысалға. Audi жаңадан шығарған BMW Шкодаларда рычагтарда жанып тұрады мына жерлерде. ДНП деген сияқты ғой. Олай болса, бүгінгі біздің бөліміміз дәл осыны және де соны орнататын боламыз. Олай болса, видеомызды бастайық. Сіздер экранына жайғасыңыздар. Бұның бәрін толықтай тексеріп алдық, барлығы жұмыс істеп тұр. Видеоны соңына көріңіздер, қалай жанатынын, қалай болатынын толыққанды түсініп көретін боласыздар. Егер де сіздерде осындай жанатын рычаг КПП алғыларыңыз келсе, осындай фисоларды алғыларыңыз келсе, бірақ қайдан аларыңызды білмесеңіздер, достар, әрине мен өзім сөздің шыны керек, дәл осы нәрсені шамамен бір 6 ай ма іздеген шығармын Қазақстанның бүкіл жерден. Сөйтіп, іздей келе мінекей Шымкент қаласынан Абукардан таптым. Абукардан арнайы заказ бердім. Егер де сіздерде алғыларыңыз келсе, төменге описанияға Instagram сілтемелерін қалдырып кететін боламын. Кіріп, көріп, тамашалап, ладаға керекті запчастардың барлығы табылады. Сіздерде заказ берсеңіздер болады. Олай болса біз жұмысымызды бастайық кеттік. Олай болса достар, біз қазір өзім жолдасып аламын. Сұңқар танысып болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Жалпы айтқанда маған қазір көмектесетін болады. Бір бастан екі бас болған жақсы емес па дейді ғой. Достар, біз уже негізі мына ручка КПП-ны өзіміздің кожаға байлап отырғызып қойдық. Сондай достар, негізі мен мына жерден плюс-минус тоқ тартып қойдым кабель. Так, достар, негізі мына кабельді мен уже видеоға түсірмей тартып қойған болатынмын. Яғни айтқанда мен астына плюс-минус тартып келдім. Бұны мен мынаның астынан өткізіп, торпедка мына жағынан әкеп, мен сағатыма қосып қойған болатынмын. Сағатта негізі трехконтактный келеді. Біреуі минус, екеуі плюс болады. Екі плюсіміз ол біздің біреуі тоққа береді, ал біреуі всегда навсегдаға плюс тоқтар, өйткені сағат бүйтіп айналып тұрады. Ал екінші плюсіміз ол бізде габарит жаққан кезде света жанады ішіне. Сол плюс пен минустан кабель тарттық, арқасынан мына жерден шығарып қойдым астынан. Негізі өздеріңіз қалауларыңызға байланысты істеуге болады. Может, мафонға жалғап қоюға болады, мүмкін кнопкаларға жалғап қоюға болады, мүмкін пештің плюс-минусын жалғауға болады. Әркімнің қалауы әртүрлі. Мүмкін кейбіреулер мына жердегі прикурительге жалғасаңыздар болады негізі. Ал бірақ мен просто өзім қалауым осы сағатқа қаладым. Сағатта тарттық. Ал енді мынаны қазір орнатып қосып көретін боламыз. Ал олай болса достар, барлығын жалғап қосып қойдық. Габаритті жаққан кезде. Көрдің ғой да? Спидометрмен бірге қараңыздар, міне. Габаритті өшірсең өшеді, қосқан кезде қосылады. Вот это да. Вот это дело. Лада деген жазуымен R 1, 2, 3, 4, 5. Әдейі достар, көк ақ стилдексін алдым, өйткені мен көлігімнің іші мінекей ақ кнопкалар, көк цвет идет, мынау көк болып жанады басқан кезде. Спидометрімізде ақ көк бұйырса бұл негізі ауысады. Қазір жаңасын басқа түрін заказ беріп қойдық. Құдай қаласа алдағы уақытта торпедканы барлығын чеки-пукиға ауыстыратын боламыз. Ал достар, біз уже рычаг КПП-ны жалғап қосып шығамыз дегенше, Сұңқар уже сырттағы фисоларды орнатып қойыпты. Мінекей осылай төменгі бір болтпен қатырған екі жағында. Ал достар, видео ортасында сіздерге керемет жаңалық айтқым келіп отыр. Ертең 13-те Лестер мен Ливерпуль, сондай-ақ тағы да Манчестер Сити мен Тоттенхэм футбол ойнайтын болады. Өте қызықты топовый матчтар.
дәл сіздер осы машиналарға болжам жасап оп-оңай ақша тапсаңыздар болады. Төмендегі бекітілген комментарийға сілтемеге кіріп, менің арқамнан Мади деген промокод теріп тіркелетін болсаңыздар достар, сіздерге 65 мың теңгелік бонусты беретін болады. Ол бонусты алу үшін небәрі біздің емес, басқа біреудің емес, өзіңіздің счетыңызға кем дегенде 1000-3000 теңге ақша салсаңыз болғаны. Яғни алғашқы депозит деп жатқанымыз сол. Ол осы достар, қайғанда жеңеді деп ойлайсыздар, төменге пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, және де төмендегі бекітілген сілтеме бойынша тіркеліп, сіздер де болжам жасаңыздар. Ал сәттілік. Ал жалпы достар, барлығын кабельдерін жалғап, тексеріп, бәрін қойдық. Мына параны қазір жинақтап, бамперін салып, сонымен қалай болады, в итоге қалай болады, бірге көретін боламыз. Жалпы орнатып, барлығын қондырып, мінекей бамперді салып біттік. Нәтижесінде қалай болғанын тамашалап көріңіздер.